Аружан сол күні әдеттегідей таңертең кешігіп шықты. Автобусқа жүгіріп мінемін деп қолындағы қағазы, кофесі бір жігіттің үстіне төгіліп кетті. «Ойбай, кешіріңіз», деді ол абдырап. Жігіт жейдесін қарап алды да күліп жіберді. «Ештеңе емес, бүгін бәрі бір ақ жейдемді жуу керек еді», деді ол жайбарақат. Аружан таң қалды. Әдетте адамдар ашуланатын, ал мынау күлді. «Мен Ернармын», деді ол қолын ұсынып. «Аружан», деді қыз қылғысылап. Сол сәтте автобус қозғалып, екеуі де байқамай бір жерге отырып қалды. Күлкі аралас ұяң әңгіме басталып кетті. «Сен әрқашан адамдарды кофе арқылы танысасың ба?» деп әзілдеді Ернар. «Жоқ, тек бүгін тағдырдың сценарийі осылай болыпты», деді Аружан. Автобустан түскенде Ернар «Кофенің қарызы бар, қайтаруың керек», деді. «Қалай?» деп күліп жіберді Аружан. «Келесі күні кофе ішеміз, менікі», деді ол. Аружан келісті. Бір аптадан кейін олар шағын кофеханада отырды. Терезеден күн түсіп тұр, музыка, бәсең, әңгіме өздігінен өрбіп кетті. Аружан балабақшада тәрбиеші болып жұмыс істейтін. Ернар инженер екен. «Балалармен жұмыс істеу қиын емес пе?» деді Ернар. «Қиын, бірақ шынайы», деді Аружан. «Балалар өтірік айтпайды, ал ересектер кейде өз сезімін де жасырады». Ернар үндемей қалды. «Ал сен?» деп сұрады Аружан. «Сен қандайсың?» «Мен бәрін жоспарлаймын, бірақ кейде өз жоспарымды күлкі қылады», деді Ернар. Сол сәтте даяшы келіп Ернардың кофесін төгіп алды. Екеуі бір-біріне қарап күлді. «Бүгін кофе бізге қарсы екен», деді Аружан. «Немесе жақындастырғалы жүр», деп жауап берді Ернар. Ол кездесуден кейін олар жиі сөйлесетін болды. Бір күні Ернар хабарсыз жоғалып кетті. Бір күн, 2 күн, 3 күн Аружан үнсіз уайымдады. Мүмкін ол жай ғана ойнап жүрген шығар деп ойлады. 4-ші күні ол өзіне «Жоқ, мен бірінші болып жазбаймын», деді. Ал 5-ші күні Ернар келді. «Кешір», деді ол. «Анам ауруханаға түсті, басым қатты». Аружан үндемеді. «Мен саған айтпай кеткенім үшін ұялып тұрмын», деді Ернар. «Мен жай ғана артық емеспін бе деп ойладым», деді Аружан жай дауыспен. Ернар оның көзіне қарады да «Сен артық емессің, сен маңыздысың». Сол сәтте жаңбыр жауып кетті. Екеуі аялдамада тұрды. Ернар «Күрт, шашың суланып барады», деп қолындағы курткасын жапты. «Ал сен ше?» деді Аружан. «Маған маңыздысың сен», деді ол. Олар бірге күлді, базарда адасып қалды. Бір фильмді 3 рет көрді. Арзан балмұздақ жеп қымбат бақытты сезінді. Bir күні Ернар «Білесің бе, мен бұрын махаббатты үлкен сөздер деп ойлайтынмын», деді. «Ал қазір?» деп сұрады Аружан. «Қазір махаббат шаршадың ба деп сұрау, үйге жеттің бе деп уайымдау, күліп тұрсың ба деп қарау екенін түсіндім». Аружан жымиды. «Ал мен махаббатты біреу сені өзгертпей қабылдағанын екен деп түсіндім», деді ол. Бір күні Ернар кофе әкеліп жатып, әдеттегідей төгіп алды. «Тағы ма?» деп күлді Аружан. «Я», деді Ернар тізерлеп отырып. «Бұл біздің алғашқы танысқанымызды еске алу. Өмірде түрлі жағдайлар, түрлі қиындықтар болып жатады, Аружан. Сол өмірде менімен жалғастыруға қалай қарайсың? Келісесің бе? Бірге қол ұстасып, ары қарай өмірді сүрейік». Көз жасын жасыра алмады. «Я, тек кофені енді сен емес, мен тасиын», деді күліп. Екеуі құшақтасты. «Кейде махаббат үлкен драмадан басталады», деп аяқтады Ернар сөзін.